Баршаңызға қайырлы күн, күндеріңіз сәтті, берекелі болсын. Бүгін сіздерге өте керемет бір рецептпен бөлісемін. Өріктен жасалған шырынды бірге жасаймыз. Қыс айларында жазды аңсап ішетін осындай дәмді шырынды бірге жасаймыз. Ешқандай зиянды қоспаларсыз үй жағдайында жасайтын боламыз. Осындай қою әдемі сокты жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал ендеше баршаңызға сәттілік. Алдымен өріктерімізді жуып тазартып аламыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан көптеген пайдалы, оңай рецепттерді таба аласыздар. Қоңырауша белгісін басып, тіркеліп алыңыздар. Осылай барлығын жуып алдық. Ал енді дәндерінен ажыратып алатын боламыз. Видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырып, кішкене қолдау қойсаңыздар. Осылай барлығын дәндерінен алып аламыз. Ал енді үлкендеу ыдысыма салып алдым. Осылай блендердің көмегімен өріктерімізді езіп аламыз. Осылай езіп аламыз өріктерімізді. Біркелкі болғанша осылай пюре жасаймыз. Ал енді қалған өрікті де жасаймыз. Аулада пісіп тұрған осындай бақшадағы өріктерді жинап алдым. Салмағын өлшеген жоқпын, сондықтан осылай мөлшерімен қарап жасай бересіздер. Мінекей қалған өріктерді де осылай езіп алдым. Ал енді үлкендеу ыдысымызға жаңағы майдалап алған пюремізге су қосамыз. Осылай біркелкі болғанша қозғап араластырып аламыз. Қатты қою емес, орташа сұйықтықта жасап аламыз. Ал енді қайнататын ыдысымызға бірден осылай сүзгіден өткізіп аламыз. Осылай қалдықтарын алып тастаймыз. Ал енді келесі өріктерімізді де осылай суымызды араластырып сүзіп аламыз. Електен өткізіп аламыз. Барлығын өткізіп алдық, енді бірге қайнататын боламыз. Осылай үлкен ыдысқа қайнатамыз. Дәміне қарай осылай шекерімізді қосып аламыз. Қақпағымызды жауып қайнатамыз. Бізде мінекей қайнап шықты. Осылай бетіне шыққан көбіктерін алып тастаймын. Арасында осылай араластырып отырамыз. Бір қозғап аламыз осылай.
Баяғы отта 1,5 сағаттай қайнатып аламыз. Ал енді қайнап шыққаннан соң осылай лимон қышқылын қосамыз. 1 ас қасығы жеткілікті. Осылай шырымымызға салып, бір араластырып жіберіп қайнатамыз. Жуып тазалап дайындап алған банкаларымызды қайнаған суды құйып стерилдеп аламыз. Барлығына осылай аз-аздан құйып алдым. Қақпағымызға да қайнаған суды құйып аламыз. Бұрайтын крышкаларымызға. Қайнап тұрған шырындарымызды осылай банкамызға құямыз. Дүкен сөрелеріндегі соктардан 100 есе артық. Осылай үй жағдайында жасап алсаңыздар болады. Және де мол шығатын болады. Ешқандай да зиянды қоспаларсыз жасап алсаңыздар болады. Ал енді қақпақтарын жауып, осылай бұрап аламыз. Мінекей барлығын осылай бұраймыз. Осы шырынды жасап көріңіздер, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.